70-ші жылдарақ өз шығармашылығы арқылы өзгеше мектеп қалыптастырып үлгерген әнші сазгер Ескендір Хасанғалиевтің есімі ән сүйер қауымға жақсы таныс. Анаға сәлем атты тұңғыш әні сонау 1961 жылы жарыққа шыққан сазгердің отан, туған жер, отбасы тақырыбындағы туындылары бүгінде нағыз халықтық әндерге айналған. Магикандардың соңғы тияғы, кешегі Нұрғиса Шәмшідей кемеңгерлердің замандасы, Әсет Әбілахаттардың рухтасы, Ескендір Хасанғалиев ағамыздың тұлғасы Алматы ақшамы газетінде, әдебиет өнер бөлімінде жұмыс істеген жемісті жылдарда менің сан мәрте шығармашылық портреттеріме, мерейтойлық салтанатты репортаждарыма арқау болған болатын. Қазіргі тәуелсіздік Қазақстанымыздың бейресми гимні болып кеткен Атамекен әніндей құдіретті саз туы үшін, толғату үшін кішкентай адам баласының жүрегінде қандай ұлы құдірет, шексіз шетсіз сүйіспеншілік, махаббат, жарға деген, елге, жерге деген талант қонақтау керек. Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясын тәмамдап, 1963 жылдан Қазақ радиосында музыкалық редактор, 70 жылдан Қазақ радиосы мен теледидарының солисі болып қызмет еткен әнші сазгердің лирикалық әндерінің жарыққа шығуына негіз болған тақырыптар тек оның қиялының жемісі десек қателесеміз. Оны бұл тақырыпқа жетелеген өмірлік музасы Дарикосы. Дарико менімше Ескендірге үлкен әндер, осындай керемет әндер жазуына үлкен себепші болған адам ғой деп ойлаймын. Бірге жүреді ғой жанында, қайда барса да екеуі жұбын жазбайды. 1940 жылы Батыс Қазақстан облысының Қаратөбе ауданындағы Батпақкөл ауылында дүниеге келген Ескендір өнер әлеміне кездейсоқ келген жоқ. Әкесі Құбаш Ибрашев математика пәнінің мұғалімі болуымен қатар скрипка аспабында шебер ойнаған. Ал анасы Ханаш ауылдың әнші қызы атанған. Әкесі ауыр науқастан небәрі 24 жасында дүние салатты, Ескендір нағашыларының қолында тәрбиеленіп, Хасанғалиев деген текті алады. Оны жастайынан халықтық ән, жырға баулыған да осы нағашылары Өтеген мен Бақия. Оған қоса өнер иесінің әншілік пен сазгерлікті құстың қос қанатындай қатар алып жүруіне жезтаңдай әншілер Мұхит пен Ғарифолланың кіндік қаны тамған туған топырағы да әсер еткені сөзсіз. Ие, қазірде жұптары жарысқан жұбайлар махаббат әнін көсіле шырқайды. Бірақ олар осы бір бақытқа бірден қол жеткізе алды ма? Әрине жоқ. 1970 жылдың басы болатын. Ол кезде өнер әлемінде есімі танылып үлгерген Ескендір гастрольдік сапармен Қарағанды қаласына барады. Ол осы бір сапарында болашақ жарын кездестірем деп тіпті де ойламаған. Сахнаға шықтым. Шығып жан-жағыма қарадым. Бізге бір объекті керек қой. Енді бастар кезде жайлып жан сахнаға қарасам, ол кезде көзіміз бәрі қырағы, Құдайға шүкір. Бірінші қатарда бір әдемі әппақ көзді ұстағандай қазақ қыз отыр екен. Ескендір сценаға шыққанда менің жүрегім бір түрлі болып кетті. Бірақ ойлаған жоқпын. Ескендірмен танысамын, Ескендір ағаларыңызбен танысамын, бірге боламын деп ойым болған жоқ. Кеншілер қаласындағы шахтерлердің мәдениет сарайында өткен Ескендірдің концертіне жиналған көрермендердің басым бөлігі өзге ұлттың өкілі еді. Бір жағынан сол себеп болды ма, әншінің көзіне дараланып көрінген бейтаныс ару оның жүрегін ерекше тебірентті. Арасындағы бізде не болады ғой? Пауза дейді. Үзіліс. Сол кезден сахнаның артына барып ұйымдастырып жүрген бір комсомолды жігіт еді. Соған айттым, айналайын.
бірінші қатарда бір әдемі қыз отыр қазақ. Соған қалай танысуға болар екен деймін ғой. Ойбайға проблема жоқ дейді, комсомолдар өзі екпінді болады ғой. Проблема жоқ, қазір мен барып білейін деп кеткен. Бір 4-5 минуттан кейін келіп тұр. Аға проблема бар дейді. Не болып қалды? Ойбай ол кісі мынау Қарағанды қаласының өте бір құрметті азаматы, белгілі беделді Ашляев Сопран деген кісінің қыз екен, үлкен қызы. Танысуым керек, ұйымдастыршы айналайын десем. Сөйтіп, біраздан кейін алып келді. Мен қолымды беріп, саламатсыз ба дедім. Ол кісі здравствуйте деді. Ойбай, ой дедім, мен ауылдың баласы. Орысша онша көп болмайтын ол кезде. Мен өзімше жаңа қазақша сөйлеп жатыр, орысша жауап беріп жатыр. Sonra концерттен кейін қаланың ішін аралап қыдырдық. Менің жанымда Бәкір Тәжібаев дейтін ақын драматург болады. Менің көп әндерімнің сөзін жазған. Сатымнан Дарико, есімі Дарико екен. Дариконың да құрылысы бар екен, сол төртеуміз қаланы аралап жүрдік. Олар бір-бірін алғаш көргеннен ақ ұнатты. Екеуінің де ұяң болғандары сондай, тіпті бір-бірінің мекен жайларын сұрауға да батылдары жетпеді. Ол кезде Қарағанды мединститутын тәмамдап, Ресейде дәрігерлік тәжірибеден өтіп жүрген Дарико әншімен танысқан күні таңға жуық Мәскеуге ұшып кетеді. Осылайша бой жеткеннен көз жазып қалған жігіт бар үмітін әндеріне жалғайды. Сол кездегі Ескендірдің Дарикоға деген тұнық сезімінің куәсіндей болып туған тұңғыш әні «Әдемі-ау» еді. Арманымның нұры, ақын жанның сарай, жастық шақтың сарай, әдемі-ай. Өзім орындауымда да мына қазақ радиосының алтын қорында сақталған. Роза апа енді нақыштап әніне келтіріп айтты. Бұл туынды әнші сазгердің тағдырына өзгеше бет бұрыс әкелді. Осы «Әдемі-ау» әні нағыз хитқа айналған шақта Ескендір бір досынан Алматыдағы өкпе аурулары емханасына Дарико деген жас маман келді деген хабарды естиді. Жүрегі алып ұшып, аурухананың бас дәрігеріне келіп, онымен жолықтыруын сұрайды. Бірақ та ақ қалар басында қалпағы бар, бетінде маскасы бар. Кірді. Өгім өпілдеп тұр, сол ма, сол емес. Өткен арада біраз жыл өтті ғой. Сосын мен жайлап барып, саламатсыз ба мен? Деп қазақша сәлем бердім. Здравствуйте деді. Ойпыр-ай, сол ма екен деп жүрегім дүрсе тағып. Сосын мен айттым, кешірерсіз, мен маскаңызды алуға болмаймын бетіңізде. Алды. Сөйтсем тап өзі Дарико. Қос ғашық осылайша араға 4 жыл салып барып, қайта табысып, шаңырақ көтереді. Алматыдағы Фрунзе аудандық Ахаж бөлімінде некелері қиылып, жақын жора жолдастарының басын қосып, нағыз той жасайды. Дарико қаланың қызы. Бала жасынан әкесі, партия қызметкері аса талапшыл Сопжан Ашляевтің тәрбиесін бойына сіңіріп өсті. Көп нәрсеге сезіммен емес, саналы түрде қарап, шешім қабылдайтын. Сондықтан да болар, алғашқы жылдары мамандығы дәрігер Дарико өнер адамының шабытқа кенелетін сәттеріне жіті үңіле алмады. Уақыт болды, ұйықтау керек. Бір моменттері төсектен тұрып, тез-тез пианиноға барады. Сондай жағдайлар болды, мен ойлаймын, ойбай, ауырып қалды ма? Бірден орнынан тұрып, пианиноға барады.
сондай жағдайларда мен қорқып кететінмін. Бұл кісі ауырып қалған жоқ па екен, неге түнде 2-3-те тұрып пианиноға барады деп. Ондайға да үйрендік. Енді қызғаныш болды. Ескендір ол жылдары шығармашылығымен қоса Қазақ мемлекеттік қыздар институтында хор дирижері бойынша дәріс оқыса, Дарико да төл кәсібінен қол үзген жоқ. Бірнеше жыл республикалық Қызыл Жартай және Қызыл Крест қоғамында басшылық қызметті атқарды. Ұзақ жылдар Алматы өкпе аурулары емханасында дәрігер болды. Мен 1,5 күн үйде болмайтынмын. Себебі реанимация деген жұмысты білесіздер, өте қиын. Сонда бір рет келсем бүйдейді. Мен уже келдім жұмысымнан. Ал енді мен қазір концертке кеттім. Мен ойлаймын, қалай? Қазір уже түн болады, ұйықтау керек. Ескендір ағаларыңыз тез жиналып кетіп қалады. Қызғаныш болды, қайда кетіп қалды деп ойлаймын әрқашанда. Ескендір жасынан еңбектің қадірін біліп өскен ауыл баласы. Оған шалғайдағы елді мекендер жат емес. Ол кешегі кеңес заманында еліміздің түкпір-түкпіріндегі шағын ауылдарға барып концерт берді. Оның мұндай сапарлары уақыт өте келе Дариконы өмірлік қосағының шығармашылық әлеміне бой сұнуға үйретті. Жылдар өте келе ол отағасының концерттеріне бірге барып, жарына демеу бола бастады. Ертеректе клубтар енді онша болмады, осыны айту керек. Шағын клубтар болды. Шу өте ыстық болатын. Сол кезде әлесінде дәкен сумкісінде запасной деп атайды, қосымша көйлек орамал жүретін менің. Сон біраз ән айтып, бір 10-15 минут демеуға шыққанда тез ауыстырып жіберіп, үстінде сүртіп, таза көйлекті кигізеді. Зерделдің қасында отырғанда залда. Бұлай бүйтіп демеп бүйтіп ода дұрыс келеді дегендей. Оған мен әбден үйреніп алғанмын. Бірінші әнді бастаған залға қараймын, дәкен қайшамада отыр. Сонда орнында отырған болса, яғни бәрі дұрыс болады деген сияқты бір сенім пайда болды. 1970-80 жылдар аралығында Ескендір Өтегенұлы гастрольдік сапармен Монғолия, Болгария, Югославия, Алжир, Сирия мен Ливанда гастрольдік сапарда болып, ол елдердің аспанында қазақ әнін қалықтатты. Кіршіксіз сезімді паш еткен әуендердің 4 нота жинақтары мен 5 дискографиясын жарыққа шығарды. 2010 жылы 144 әннен тұратын әндер антологиясы баспа бетін көрді. Өкінішке орай, басқаларда емес, ерек қабілетімен дараланған әнші сазгердің дарынын көре алмаған кейбір бақталастарының аяқ шалулары оның денсаулығына да әсер етпей қоймады. Ондай сәтте де қасынан табылған әлбетте сүйікті жары. Күрделі операция жасалып Ескендір ағамызға денсаулығында бір алаңдаушылық жайлар тудырып, Мәскеуге барып қайтқан. Сонда ол кісі операцияға кірерде енді қандай жағдайлар болады деп, бұл өмірмен, әндеріммен, музаммен қоштасып, қаяулы көңілде кірген едім. Оянсам, қасымда Дарико жеңгең отыр екен. Жеңгеңнің жүзіне қарадым да, өзімнің бұл дүниеде бар екеніме, әлі талай әндер жазатыныма, әлі талай ән салатыныма халқымның алдында сезініп соны қатты шаттанып, жүрегімді қуаныш кернет деп айтқаны бартығын. Дарико Софыжан қызының Ескендірдей суреткерге жар болуы да кездейсоқтық емес. Ол қалада өсіп, орысша оқыса да, төл ұлтымыздың текті тәрбиесінен алыс кеткен жоқ. Әуелден ақ жаны әдемілікке құштар жан өнер атаулыға өзгеше көзбен қарады. Өзімде 2 арман болды. Бірінші арманым актриса болғым келді. Кішкентай кезінен бастап. Оқуды бітіргенде папама айттым, осымен сол неге барсам, актриса болсам дегенде папам ешқашанда мен бұл сөзді естімейтін болайын. Актриса болмайсың, сценада болмайсың деп сондай қатты маған айтты. Мен актриса болмасам да, сценада болмасам да, бірақ менің арманым осы Ескендір ағаларымыздың арқасында орындалды деп ойлаймын.
Тағдырдың түрлеу соқпағында қиындық пен қуанышты қатар бөліскен жандардың өмірлерінің жалғасы ұлдары Біржан. Ол да 4 жасынан бастап сахнада әкесімен бірге ән айтты. Бала кезімнен осы музыка дыбыстарын естіп өскен баламын. Өйткені әкем таңертең тұрып, міндетті түрде фортепианода ойнап, өзінің дауысын келтіріп, әртүрлі фортепианомен дауысты шығарып деген бар ғой әншілерде. Соны жасап, міндетті түрде сол таңертең осыдан бастайды. Және өмір бойы солай қалыптасқан. Мүмкін соның әсерімен өзімде өнер жолын таңдап, осы өнер жолында жүргенім осы болар. Сахнаға дуэт ретінде бірге шыққанбыз. Лирикалық баритон дауыстың иесі Ескендір Өтегенұлы сазгерлігінің ерекшелігі неде деген сауалға жауап іздесек, оған жауапты оның ғашықтық турасындағы гүл сезім, елігім еркем, өтеді алдан бір бейне, кездестім саған атты өзгеше ән құрылымдарынан табамыз. Оның сондай сәтті шыққан әндерінің бірі ақын Әбдірахман Асылбековтің сөзіне жазылған Аңсағаным әні. Алпыс 67-66 жылдары біз қазақ радиосында, музыкалық редакциясында Ескендір Хасанғалиев, Илья Жақанов, Нұрғали Несіпжанов бәріміз бірге жұмыс істедік. Аңсаған ән туғанда Ескендір алдымен ұсыныс жасады. Осындай бір аңсаған, армандаған адамы бар ғой. Соны музыкамен жеткізіп келеді, соны айтып отырмын. Бірақ ол тек музыка әуен ол жетпейді ғой. Оған әдемі сөз керек. Сен осыған көмектессең. Жарайды деп жазып, түнде жазып көрсеттім. Ол өлең шыққаннан кейін, ол әнінде қайта кейбір жерін сұлулай өңдей түсті. Аңсағаным деген жұбайлар жыры, нұрлы таң, басқа әндердің бәрі біз осы Ескендірмен бірігіп жаздық. Айтшы жаным қайда жүрсің қайда, шақырады арман арумайда, қызғалдақты көктем боп жайна, аңсағаным. Аңсағаным әнін орындаған кезде адам шабыттанып кетеді. Ерекше сезімге бөлінеді. Өйткені мұнда вокалдық, орысша айтқанда линия бар. Хасанғалиевтің енді өзі мына әнші болғандықтан Ескендірдің әнін айту ол өте бізге тиімді. Ол біледі қалай айту керектігін. Қай әнші қандай әнді айту керектігін біледі Ескендір. Сондықтан Ескендірдің әндері менің репертуарымда үлкен орын алды. Осы Аңсағаным әні мен Мәскеуде барып бірінші рет колонный залда орындағанымда фортепианомен. Соның өзінде Рузанна, Карина деген Ресейдің әншілері келіп мені құттықтады. Мына ән сіздің әніңіз екен, керемет даусыңыз шығып тұр деп. Сазгер тақырып таңдау мен ән мәтіндеріне келгенде өте кірпияз. Оның айтуынша, сөз бен әуен бір-бірімен өзара үйлесіп, ән өз орындаушысын тапқан кезде ғана туынды өміршең болмақ. Лирика бағыты әрбір композитор үшін бұл ең басты бағыт. Өйткені бұл мәңгілік, ол 17-ші ғасыр болсын композиторлар, 18 болсын, 20, қазіргі 21-ші ғасырдың композиторлары. Олар әрдайым махаббат деген ұғымды ерекше тұтынады. Сондықтан да мен әкем де өзінің шығармашылығында лирика бағытта өте көп әндерін жазған еді. Осы екі бағытты бірдей ұстап, халқымызға өзінің таланты арқылы, дарыны арқылы қаншама әндерді жазған.
ол неден туындайды? Бұл бірінші өмірге деген махаббатынан, ол менің анама деген махаббатынан. Мен ойымша ол маман ретінде де, жар ретінде де, ана ретінде де өмірде толығымен өзінің бар мүмкіндіктерін жарыққа шығара білді. Ән жазу барысында сазгер өзгеше бір күй талғамайды. Дегенмен, ондай сәттерде жарының қасынан табылуы өзіне өзгеше шабыт сыйлайтынын жасырмайды. Менен күй таңдамай, соның барлығы кеудемде орналасқан, соны жайлап, шелеп шығарып отырам. Әрине оған бір бап керек. Үйдегі жағдай болсын, күй сандығым жанында болса, отырам, кейде қалжыңдап айтамын, жәке, сен мына екінші қабаттан төмен қарай ілесін сәмен түсші баспылдақпен. Ана шыт көйлегіңді киіп. Ән шығып қоятыр. Деп орнына отырып, бүйтем, бір жағынан қалжың, бір жағынан расын, шабыт шақыру керек қой. Сазгер жүрегін жарып шығатын лирикалық әуен, сайып келгенде оның жан әлемінің тебіренісі. Есекеңнің бұл орайда сандаған жылдар ақындар Бәкір Тәжібаев, Әбдірахман Асылбеков, Тұманбай Молдағалиев, Қадыр Мырзаәлі, Кәкімбек Салықовтардың сөздеріне жазған әсем әндері соңғы 30 жылдың көлемінде қазақ эстрадасындағы хит әндердің қатарынан ойып орын алған. Сондай әннің бірі Асыл арман. Ол әнді алу себебіміз бірінші біздің махаббат тақырыбы болғаннан кейін, махаббат тақырыбы еш жоқта өлмейтін дүние. Әнді қазіргіге шейін осы облыстық, басқа мемлекеттік бір концерттерге шықсақ та, осы Ескендір ағаның әнін әр жерде орындап жүреміз. Әрбір композитор ән шығарының алдында ол бір адамға деген, өзінің ғашығына деген бір сезімнен туатын шығар деп ойлаймын. Ол біріншіден бір Дарико жеңгемізге деген өзінің сүйіспеншілігі, махаббатын сол өзінің әнімен жеткізгісі келген сияқты мен өзім ойымша. Ондай бір асыл адамдарды біз енді құрмет тұтуымыз керек. Бұл кісілерден біз алатын сабағымыз, көптеген дүниелеріміз бар. Асыл арман, асыл арман, көгімде шалқып ұшқан қосым бедің. Асыл арман, аспанымда жарқылдаған қосым бедің. Мен сенің құдіретіңе, мен сенің құдіретіңе түсінбедім. Өнерге ақырындап қадам басқан кезде ең бірінші төртеуміздің басымыз бірігіп Асыл арман әнін орындағанбыз. Сол ән бізге жанымызға сондай ыстық болып қалып кеткен. Осы Алматыға келген кезде де Ескендір ағамыздың кешіне рұқсатын алып, осы әнді біз айтайықшы деп, сол әнді кешке алып шыққанымыз бар. Кейбір әндер орындасаңыз, мұңды әндер болады. Кәдімгі сол әнге кіріп кетесіз. Мысалы, жаныңыз күйзеледі, бір мұң шалады. Енді Асыл арманға келсек, бір тәтті, бір сезім деп айтамыз ба, бір тәттілік бар. Орындаған кезде жалпақ тілмен айтқанда өмір сүргім келеді, ғашық болғым келеді. Ескендір ағаның Асыл арман әні, бұны айтқан кезде мен өзім ерекше күйге бөленемін. Өйткені бұл әннің енді құрылымы басқа бұл әннің. Яғни А, Б, А емес те, бір өлеңдерде айтылады ғой, А, Б, А болып. Ондай емес, бұл композитордың композициясының өзі өте бөлек үлкен дүние де. Яғни қайырмасы басқа ноталар кетіп қалады, үлкен бір кең ауқымда. Сондықтан Ескендір ағаның осындай әндерін мен өте жақсы көремін. Дарико апайымыз болмағанда мүмкін бұндай әндер тумас еді. Сондықтан Аллаға шүкір етеміз, осындай екі тағдырдың қосылып, содан керемет дүниелер өскелең ұрпаққа өшпес өнер қалдырған. Осынау бұралаңы мол өмір айдында қатар жүзген жұптар бүгінде 3 перзенттерінен немере шөбере сүйіп отырған ардақты жандар. Әсіресе ұлдары Біржанның қос перзенті Зере мен Нұрсұлтанның
назды қылықтары сазгерге ерекше шабыт сыйлайды. Мысалы, жұбайы күйеуіне тіреу болмайды. Сондай көп кездеседі. Енді біздің жанұямызда басынан қалыптасқан, тағы да қайталап айтам, махаббаттың арқасында әрдайым мамам әкеме үлкен тіреу. Және де өнер адамға, олар ерекше адамдар ғой. Оларға осындай тіреу, олар сезіп отырса, олардың шығармашылығы да, әншілік өнері де, композиторлық өнері де алға қарай жүре береді. Менің анамның үлкен бір жағынан жетістігі, ол өз саласында да биік жетістіктерге жеткен. Және папамның жары ретінде де түсінген адам. Қазір олар үшін бұл ең үлкен бақыт, ол менің балдарым, менің апаларымның балдары. Оларды көрген кезде олар өзін ерекше болып сезінеді және қуанышқа бөлінеді. Келді ғой көптен күткен немереміз, өлептеп қуанышқа бөленеміз. Біздерге мұндан асқан бақыт бар ма? Немере балдан тәтті деген елміз. Қазір халықтың сана сезімінде Дариға апай менен Ескендір ағаны ешкім бөлмейді. Егер біреу болып, екінші болмаса, халық іздеп отыратын жағдайға келді. Қай кезде болсын, екеулері қол ұстасып жүреді. Қозы көрпеш Баян сұлу деп айтса, Еңлік Кебе, Қыз-жібек пен Төлеген деп айтатын болса, қазіргі кездегі таза кәдімгі шынайы өмірдегі біздің көріп отырған таза мысал есебінен, осы махаббат жөнінен ағамыз бен апамыздың қарым-қатынасын халық көріп те біліп те жүр. 40 жыл бірге ғұмыр кешіп келе жатқан ерлі зайыптылар отау құрғандарының 15-25 жылдығын ұлан асыр етіп тойлады. Қазақстандағы өнер адамдарының ішінде көш бастап, мұсылмандық үлгіде неке қию рәсімін атқарды. Бұл да жұбайлардың бір-біріне деген шынайы махаббатының көрінісі болса керек. Ал енді отбасымен жақын араласқаным да бар. Өздері хабарласып, осындай отбасылық оқиғамызға куә болайын алайын. Өзім сұрақ қойдым. Сіз мұсылмандық шартты қалтқысыз орындағыңыз келді ме? Неліктен сіз қайтадан некеге отырғыңыз келіп жатыр дегенде, Дариға апамыздың айтқан мына сөзі менің жүрегімді дір еткізген. Алла алдында некелескен адамдар екі дүниеде де бірге болатын көрінеді, ана дүниеде де. Мен Ескендірмен бұна дүниеде де, о дүниеде де бірге болғым келді. Сол үшін осы ақ некеге отырғым келді деген болатын. Енді 40 жыл тұрғаннан кейін кейбір әттеген-ай деген тұрмысқа байланысты, күнделікті болғанменен, бірақ біздің негізгі мақсатымыз сол алғашқы сезімімізді, ескірмейтін махаббатымызды сақтау болды. Жастар кейде көшеде келе жатқанда бізде тоқтатып, ескірмеген махаббатсыз ғой, біз сіздерден үлгереміз дейді жастар. Оны біз аузына салып беріп отқан жоқпыз. Мен бір жиын тойларда болғанда кетіп келіп сәлем беріп жатыр. Оны біз бәрі қолданеміз, бәрі табиғатымыз. Бізде де Ескендір екеуміз қандай қиындық болса да, қиындықтар бар шығар қазірде, бірақ соған қарамай, осы махаббаттың арқасында біз мәңгілік біргеміз деп ойлаймын. Бұл жұптар туралы айтылар сөз түйіні Ескендір Хасанғалиевтің өзінің әні ескірмеген махаббат әнінде тоғысқандай. Иә, Ескендір асыл жарының жүрегін назды да, сазды әндері арқылы жаулап алса, Дариға сүйіктісіне шалқар шабыт сыйлап, оның мәңгілік музасына айналды. Әсілі, бір-біріне ынтық жандардың бақыттарының баянды болуының мәні де осында болса керек. Ескірмеген махаббат, ескірмеген махаббат, ескірмеген махаббат.